Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев электронды дәуірдегі дәстүрлі кітап оқудың рөліне тоқталып, кітап оқу үрдісін қайта жаңғырту мен жастарды кітап оқуға баулу аса маңызды екенін атап көрсеткен болатын. Осыған орай жас ұрпақты кітапқа баулу мақсатында Республикалық оқуға құштар білім ордасы жобасы бастау алды. Біздер Қарағанды Болашақ жоғарғы колледжінің негізгі орта білім беру мамандығы студенттері кітап оқуды ұлттық поэзия падишасы Мағжан Жұмабаев шығармаларынан бастауды жөн санадық. Мағжан Жұмабаев түс. Жарық сәуле, айды күнді көрмеймін. Жарды өлік толық өмір сүрмеймін. Қуанышты азат жүрген халықтың не істегенін, не дегенін білмеймін. Қор болды ғой, қалың қайрат есіл күш, абақтыда қолдан келер қандай ес. Ұйқы тілеп көзді зорға жұмамын, амал қанша, жұбанышым жалғыз түс. Қазақ тілі. Ерлік, елдік, бірлік, қайрат, бақ ардың, жауыз тағдыр жойды бәріне бардың. Алтын күннен бағасыз бір белгі боп, нұрлы жұлдыз, бабам тілі, сен қалдың. Жарық көрмей жатсаңда ұзақ кең тілім, таза, терең, өткір, күшті кең тілім. Тарап кеткен балаларыңды бауырыңа, ақ қолыңмен тарталарсың сен тілім.